бір минутқа ойланып көрдің ба, телефон бізді ойланудан қаншалықты алыстатқанын? Мысалы, сен өзіңнің қай жерде екеніңді досыңа айту үшін сен жай ғана локацияны жібере саласың, оған ойланудың да қажеті жоқ, оған досыңа ол оң мен солды ажыратса болды, сен тауып келеді. Ал осыдан 300 жыл алдын ағаш кемеде айналаның бәрі мұхит. Егер өзіңнің қайда екенін білмесең, сен біттің ғой негізі. Бұл проблемадан қалай шыққан адамдар? Осыдан тоже 300 жыл алдындай Декарт ауырып жатқан кезде шыбынның любой уақыттағы орнын, оказывается, екі санмен айтуға болатынын айтып кеткен. Тура сол сияқты жер планетасында любой адам, любой нүктенің орнын солай екі санмен айтуға болады. Олар бойлық деген сандар және ендік деген сандар. Алдымен бойлыққа тоқталатын болсақ, бойлық ол бір полюстан шығып, екінші полюсына кіретін сызықтар. Саны шексіз негізі. Үстінен қарайтын болсақ, мысалы солтүстік полюстан, онда біз мынандай бір картинаны көреміз. Осыларды 360 градусқа бөліп аламыз. Негізі градуспен емес, кейде сағатпен де өлшейді. Бірақ оның не қатысы бар уақыттың бұған? Негізі түсінуге болады, себебі қараңдар, олар жер айналады ғой, батыстан шығысқа қарай. Сондықтан еще бізде күн бар. Мысалы, мына жақта күн ровно жоғарыдан түсіп тұрады, значит, бұл жақта тапа-тал түс деп алуға болады дәл осы моментте. Ал мына жақта қараңдар. Мына жақта күн жоғарыдан түсіп тұр. Ал мына жаққа қарайтын болсақ, күн жоғарыдан емес, енді көтеріліп келе жатыр. Олай болса, бұл жақта сағат примерно 10-ға сәйкес келеді. То есть, әрбір жердің өзінің жергілікті уақыты бар. Бұны естіген де боларсыңдар. Енді мынандай бір нәрсе. Мат частына үңілейік, сәл ойлану керек, қараңдар. Қазақстанда тұрсыңдар, жоғарғы қарасыңдар, күн енді көтеріліп келе жатыр. Әлі тапа-тал түс емес, примерно сағат 1 деп алайық. Бірақ сен сол сағатты алып, Қытайға барсаң, бір күн өтпей, самолетпен мысалы. И келесі сағат 1 болғанын күтетін болсаң, келесі күні, онда күн енді көтеріліп келе жатқан жоқ, уже түсіп бара жатыр. Көтеріліп, уже түсіп бара жатыр. Значит, екі жақтың сағатын екі түрлі. Дұрыс па? И ол сағаттың разницасын білу үшін бүйтеді. Күннің тура мына жақтағы, яғни Қазақстандағыдай күннің орны қанша сағатқа сәйкес келетінін білу керек ол. Тағы бір күн күтеді. Оказывается, мысалы, сол жақта сағат 1-де емес, уже сағат 10 кезде күн дәл сондай бұрышпен түсіп тұрған болады. Тура Қазақстандағыдай. Ол деген сөз, балалар, Қазақстан мен Қытайдың арасында, мысалы, мынау Қытай ғой бізде, мынау Қазақстан деген жағы арасы 3 сағат разница деген сөз. Или там 1 сағат 15 градус деп алады да, 3 сағат 45 градус екенін біле салады. То есть солайша бізде адам өзінің қай осы сызықтардың қай жағында екенін біле алған, қай бойлықта екенін. Бойлық түсінікті болса, енді ендікке өтейік. Ендік деген ол мынандай бір сызықтар. Ендікті анықтау үшін тоже градуспен бөле саламыз. Мысалы, мынау бір сызық сол градусты көрсетеді. Мынау 0 градус, экватор. Қараңдар. Мынаған қарасында түсінесіңдер. Мынау 50 градус деп алайық та, 0-ге қатысты. Сонда қараңдар. Экваторда 0 градусқа сәйкес келеді. Там біздің 50 градусымыз мына жақтағы, ол примерно мына жақтан өтетін сызық қой. То есть бұл да градуспен өлшенетін нәрсе екен. Бірақ бойлық былай болса, ендік былай да, түсінікті ғой. И бұл өзінің қай ендікте екенін білу үшін уже күн емес, уже жұлдыз керек саған. Түн болған күтесің, короче. И бізде жеті қарақшы деген бар, соны былай жүргізсең, кішкентай жеті қарақшының ең жарық жұлдызы, поляр жұлдызы, бізде қазақша темір қазық жұлдызы, оның артынан қуалай берсең негізі, суды да бәрін кесіп, онда жеткен кезде сен солтүстік полюсқа жетесің ғой. И сол жаққа жеткен кезде темір қазық сенің ровно үстіңнен бүйтіп көрініп тұрады. 90 градуспен жерге бүйтіп басыңды 90 градусқа бұрасың. Енді Қазақстанда кезде, бірақ 90 градуста емес, темір қазық уже сенде мынандай градусқа басын бүйтіп 90 емес, мына градусты алайық, мына бета деген градус. Мынау альфа болсын. Қараңдар балалар, геометрияны сәл қосшы дейік. Мынау альфа болса, онда мынау да альфа. Ал мынау бета, ол мынау бетаны береді. Бізде как раз осы бета деген бұрыш керек қой, ендікті анықтайтын. Енді, значит, басыңды бүйтіп бета градусқа бұрсаң, темір қазық тұрады. Сол градусты өлшесең, болды, сен өзіңнің қай неде екенін, ендікте екенін анықтай аласың. Градусты мынандай нәрсемен де өлшеуге болады. Бұрын адамдар қолданған. Көресіңдер ғой, қаншалықты ойды іске қосады адамдар ол заманда. Қазір енді оп-оңай бәрі.